Офистен үйге жеттік, кеш жарқын сағат аттым ғой Дана ханым. Осыдан 1 жыл бұрын, 1,5 жыл бұрын мен УЗИге түскен кезде екі бүйрегімде тас бар. Дәу тас бар деген мағаншы. Сол кезде 1,5 жыл, 2 жыл бұрын сол кезде немен дравитетке 300 мың, 400 мың теңге сұраған мененші. Соны неған жоқ, мәнімін деп ауырмай кетті. Соны бүгін таңертең таң намазын оқыдым да 5-те құр жүрейін деп едім, кішкене ауырды, приступ берді, бүйрегім қатты, толғақ, әйелдердің толғақ сияқты ауырады екен. Жолдасым айтты да, толғақ қой, тас былтыр баяғыда тас бар деп еді ғой деп, содан не қылып скорый шақырдық, ештеңе болған жоқ, одан қорықпау керек екен. Скорый шақырмай қойсақ та болады екен негізі. Алладан кейін, Алла ғой бірінші, екінші. Ана күн 15 күн болған, спирулин алып ішкенмеш, өзіміздің опиумбериздікші. Мақты көмектесіп жатыр. Бағана таңертеңген бидайдай тас түсірді. Кәсіпкерін жібереміз сізге. Жаңа офисте шықты түсірді, көрдіңіздер. Қазір үйге баклажкаға кішідер еткен, жол сөздің ет жоқ, кішідер еткен отырып, баклажка несін тағы таста, Алланың құдіреті ғой, бірінші Алла ғой, екінші опиумбериздің спирулині мықты екен. Құмды көтіп тұрып түсіріп жатыр ғой. Енді тағы 2 флаконын алып ішем, Алла қаласа спирулинді ше. Негізі дравит етсең 300-400 мың теңге. Спирулинді үшеуін алсаң 100 мыңда болмайды ғой мысалы. Енді ертең Алла қаласа тағы офиске барып спирулин алып ішем. Мықты екен негізі бар ғой, шынын айтайын. Көзім ашылып сөйтіп болды. Тас деген масқара екен ғой. Алланың қалауымен сізге рахмет, осы опиумберизге алып келгеніңізге, Дана ханым. Кәсіпкерін жіберемін ғой сізге, ненің тастың. Тасты операциясыз Алланың қалауымен, құдіреті ғой, Алла күшті ғой негізі. Сол тасты спирулин көрдіңіз бе? Құмға бөгетіп түсіріп жатыр ғой. Сөз жоқ опиумбериздің спирулинін еш, сөзім жоқ. Артеста да ішіп жатырмын, бәрін ішіп жатырмын. Денсаулықтан аямау керек қой ештеңе емес.